Эй, сәлем достар, сіздермен бірге мен қыздар. Ал бүгін дейін мына үйіме обзор жасайтын боламыз. Мыналар қастанда үй, бірақ бұл үйлер онша емес десе де болады. Бұл кітті үй. Көрмейтіндері кім соң? Мына үй, бірақ андай не емес, просто үй емес бұл дейін. Короче, механический десе де болады. Мынау мынаны ашады, а мынау мынаны жабады. Қазір оны ашамыз и сосын мынаны ішіне барамыз, достар. Мына жерде қылыш алады, қылыш береді сіздерге. Міне қылыш берді маған. Мына жерде алтын алма береді. Тоқта. Міне мына жақта көрінбеу деген дәрі бар. Сол мына жерде қатты секіресіз, мына жерде бәрін сындырасыз, ал мына жерде эффекттерін бәрін тазартуға болады. Мына жерде қатты көресіз, мына жерде жанды көйтесіз. Мынаны күн мен түнді ауыстырады. Мынада тез жүгіресіз, мынаны бассаңыз. Мынада телепорт блок, мынандай блок, мынандай. Мынау су астында демаласыз, енді спокойно жүресіз судың астында. Мына түрме, бәс көрсетейін. Міне. Мынау. Көрдіңіздер ме? Мына жерден бас айналу. Мына бас айналу жақсы көре ме? Рахатқа бас айналу дейін. Осыдан бір выживаниялық челлендж түсірмекпін жақында. Сосын қызық болады ғой. Соқыр көз деген енді мынандай болады. Осыдан да челлендж түсіруге болады. Қатып кетті. Мынаны бассаңыздар, осы сияқтан пайда боласыздар. Екі адам өсіп қырылып, жерге түсіп өлтіріп тастауға болады. Ал мына жаққа енді міну үшін бүйтеміз. Мынау ұшырады, мынау жабады, мынау ашады. Короче, осындай. Мынаны бассақ, достар, ортасындағы бассақ, үйге тауып боламыз. Короче, мен ем ғой, мен жасадым. Мына туалет, мынау. Екі қыздар жүр ғой. Мына туалет, күшті туалетте орын бар ғой. Кім қыздар жүр? Қазақ бір нәрсе деген ойдым что-то. Қыздар қазақ деген ғой. Дұрыс оқимын. Ол кім? Мынау ғой, мынау дастан. Короче, мынаны бассақ, мына жақтан төсекте пайда боламыз. Енді достар, қатып жатыр, баса бермеңдерші. Қатып жатыр мен. Ал достар, не кетті? Не кетті? Баса бермеңдерші. Қатыр жүріне ба? Басында. Қатып жатыр мен. Ал достар, мына жерде дым жоқ, шахта ғой, короче. Мынаны бас жіберсек, міне мынандай болады. Мынаны бас жіберсек, жоғалып кетеді. Выживанияда сындырып алуға болады. Сындырып аламыз. Сосын қайттан өсіп қоямыз. Бүйтеміз. Мынау қарапайым қазақтың үйі десе де болады. Мынау орыстың үйі десе де болады. Вот это вуртидарный үйі. Мынау өсет. Мініп, бүйтіп жүреміз. Ал достар, обзор ұнаса лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.